Паста Альфредо мейрамханада бір тәрелкесі 2500 теңге, ал сіз 2500 теңгеге 4 кісілік мәззәті дайындай аласыз. Тауықтың төс етін ұзынша етіп кесіп, табамызға сармайды саламыз. Сармайға қуырған ет өте дәмді шығады. Сосын дәміне қарай тұз, томат пастасы және розмарин болса қосып жіберіңіздер. Өте әдемі иіс және дәм береді. Өзінің сөлі шығып қуырылғанша 5-7 минут уақыт кетеді. Одан кейін үстіне 10% сливки құямыз. Егер сливки болмаса, қаймақ пайдалансаңыздар болады. Керек жарақтың барлығын төменде описаниясына белгілеп қойдым. Енді қайнап шыққанын күтейік. Қайнап шыққаннан кейін өте баяу отқа 10-15 минутқа қалдырамыз. Келесі басқа ыдысымызға суды қайнатып қойып, тұзды қосамыз. Одан кейін осындай макарондарды салыңыз. Арнайы пастаға арналған макарондар да сатылады, бірақ ол қолжетімсіз. Осындай макаронды қоса берсеңіздер де болады. 12 минут шамасында піседі. Суынан төгіп тастағаннан кейін бастапқы подливамызға салып араластырамыз. Альфредо пастасына қозықұйрық қосады. Егер ол болмаса, осындай консервідегі саңырауқұлақты қоссаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Ал егер саңырауқұлақ болса, оны тауық етімен бірге пісіріп аласыз. Бар болғаны 30 минут қана уақыттың ішінде осындай керемет дәмді асты дайындай аласыз. Үстіне аскөкті сеуіп, кез келген сырдан үкіштен өткізіп берсеңіз, өте дәмді және подачасы да әдемі көрінеді. Алып қосар кеңестеріңіз болса, төменде пікірде күтемін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Ассалаумағалейкум. Оразамыздың 3-ші күнде әдемілеп гуляш жасайық. Менде сиырдың еті, оны осылай ұзынша етіп турап шығыңыз. Пиязды да видеодағыдай турап шығамыз. Тереңдеу табаға немесе қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырып болғаннан кейін ғана етті салып қуыруды бастаңыз. Осы кезде өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосыңыз және соевой соусты ұмытпаңыз, ол етті 2 есе жұмсартады. Етті орташадан сәл төмен отта пісіріңіз. Еттің өзінің сөлі тартылғаннан кейін пияз қосасыз. Ол кезде де оттың астын жоғары қоймаймыз, бетін жауып, әдемілеп жұмсақ пісу үшін осылай пісіре беретін боламыз. Одан кейін ғана ұнды қосып, ұнды қосқаннан кейін араластырып, суды құясыз. Етіңіз толықтай суға батып тұрсын. Осы аралықта күрішті жақсылап жуыңыз. Мөлдір суы шыққанша 3-4 қайтара жуып алыңыз. Қазанға сұйық майды құйып, күрішті саламыз, тұз қосуды ұмытпаңыз, жақсылап қуыратын боламыз. Яғни кішкене бір-біріне жабыса бастағаннан кейін ғана суды құясыз. Осылай тарсылдап қайнап тұрады. Суы азайғаннан кейін сармай қосыңыз. Толықтай суы тартылғаннан кейін баяу отқа 10 минутқа қақпағын жауып қалдырыңыз. Міне осылай күрішті пісіріп аламыз. Менің етім де пісіп қалды, 30 минут шамасында тұрды. Өте тез, себебі бұл бір жағынан балғын ет, екінші жағынан өте жұқалап кесілді. Әдемілеп тарелкемізге салып, дастарханға ұсынамыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар, подписация етуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Ауызашардың 4-ші күнде машқорда дайындаймыз. Қатты сұйық тағамға да жатпайды, бірақ қою тағамға да жатпайды. Өте тойымды ас болып келеді. Әуелі керек заттардың барлығын кубик етіп турап аламыз, еттен бастап көкөністерге дейін. Ал сіз Үрбіш Әмір парақшасына тіркелуді ұмытпаңыз, себебі 30 күн бойы ордасада түрлі рецептермен танысатын боласыздар. Келесі машты жуып тазалап, ыстық суға бұқтырып қойыңыз. Қазанымызға аздап сұйық майды құйып, әуелі етті қуыруды бастаймыз. Етті жақсылап 4-5 минуттай қуырып болғаннан кейін ғана пиязды салыңыз. Енді қыстан қалған банкілерді ашып жатырмыз, шетінен осылай икра салып жіберсеңіз болады, немесе томат пастасын пайдаланыңыз. Отты баяулатып, қазан қақпағын жауып 1-7 минуттай қуырдым. Одан кейін ғана сәбіз бен картопты қосамыз. Оларды да азап қуырғаннан кейін ғана маш пен суды бірден қосыңыз. Енді осы кезде керекті дәмдеуіштерді қосамыз. Тұз, қара бұрыш, өзіңізге ұнағанын қосыңыз. Енді қайнап шыққанын күтіңіз. Осы аралықта күрішті де жуып, ыстық суға бұқтырып қойыңыз, яғни тез пісетін болады. Қайнап шыққаннан кейін оттың астын бәсеңдетіп, маштың жарылғанын күтіңіз. Маш бір сағаттарда жарылып шығады. Одан кейін күрішті қосамыз. Күрішті қосқаннан кейін 10 минуттарда тағамыңыз дайын болады. Осы оразада Құдай қаласа дәнді дақылдардан жасалатын тағамдарды рационымызға өте жиі енгізуге тырысамыз. Міне біздің тағамымыз дайын. Әсіресе жанына осылай ыстық қаттаманы пісіріп қойсаңыздар, енді өте жақсы үйлеседі. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Оразаларыңыз қабыл болсын.